Ал енді қазір телеарна көресіз бе өзіңіз? Көп көрмеймін. Көрмейсіз. Жаңалықтарды көремін міндетті түрде. Неге көрмейсіз? Уақыт жоқ па? Уақытымды жегізгім келмейді. Кейбір қазақтың қытығына тиетін, намысына тиетін дүниелерді жүйкем жұқарып отырып, құлақтан түтін шығып отырып көруге тура келеді. Көңіліңіз толмайды ғой сол кезде? Әрине. Мультфильм қараймын арасында. Ертөстік деген мультфильмді көріп жыладым. Ертөстікті мен 6 жасымда атам мен апам оқып беріп, соған өзім рахаттанатын. Содан мен қазірге дейін анда-санда бір рет бастан аяқ міндетті түрде оқып тұрамын. Жатқа білемін ертөстік. Сөйтсем мынау Краус дейтіндер бар екен. Бүкіл семьясымен мультфильм түсіретін. Солар екен. Идея авторы да сол, халық ертегісінің желісімен деп қойған. Идея авторы өзі Краустар. Енді қара, Ерназардың 8 ұлы бір төбе, ертөстігі бір төбе деген афоризм бар. Мультфильмде Ерназардың ұлы 6, 8 6. Бұл цифрлар есіңде тұрсын. 6-ың неғып қатынамайсыңдар деп қуып жібереді де, өзі далада қалып, қарны аш, аңға шығып, ешқандай аңға тигіз алмай, қараса бір ауылдан түтін шығып жатыр. Ет пісіріп жатыр ма деп. Ерназар барады, барса мыстан кемпір, ана ұшатын тарелканың астындағы автоматтар бар, сонымен киіз үйлерді қырып жүр. Ертөстік дүниеге келеді. Ерназар барады, ауыл өртеніп жатыр, бесікте бала жатыр. Ой, мына баланың семіз ай деп. Бесіктегі баланы алады да өңгеріп, Ерназар қашан аңнан құр қол қайтып еді деп үйіне келеді. Аңшылықтан тапқан олжасы бала. Сон кемпіріне де, кемпір мынаны жақсылап тамақ жасап, тәтті. Шалау алжыдың ба, бала ғой, адам ғой. Адамды адам жейма дейді. Бұл мысалы Ержан, Нұржан, Бақыт, Қанат болса жеуге болмайды. Төстік десе жіберуге болады. Малдың мүшесінің атын қоямыз, жібереміз. Жақсылап пісір дейді. Менің ата бабам, менің кегім, менің шежіремнен бастап түгел ганнибалдар болды ғой, адам жегіш қылды. Сөйтті ана кейін ағаларыңыз деп шығады, бәрі. Бұл неге 6 қылды? Еврейдің таңбасы. Ал 8 қазақтың таңбасы. 8 қырлы бір сырлы дейді. 8 қыры 8 ұлы болатын, бір сыры ертөстік болатын. Тәпсірлесең. Бұл 6 оқып қойды. Осы жақта мына дүниенің бәрін тас талқан қылған. Перінің қызын Бекторыны кәдімгі орыс ертегісінің мыстан кемпірін алып келген, кәдімгі ана Баба Яганы жасаған. Баба Яга деген басқа, мыстан кемпір деген басқа. Мыстан деген темірден деген сөз. Одан кейін жерде таусоғар, көл таусар, саққұлақ, неше түрлі кейіпкерлер бар ғой. Соның аттарын өзгертіп тастаған түгел. Біздің 1000 жылдық ауыз әдебиетіміздің тарихының тамырына балта шабу деген сөз. Ертең мына мультфильмнен кейін 40 жылдан кейін айтады, қазақ деген халық адам жегіш болған. Ганнибал. Кім айтты? Ана ертөстігі халық ертегісінің бойынша жасағанбыз. Сол кезде ешкім үндеген жоқ. Өтіп кетті. Егер де ол адам жемесе, айтатын еді ғой, жеген жоқпыз деп. Соған өткенде де қозғап жатырмыз. Ертөстіктің шыққанына 10 жылдан асқан. Мультфильм. Сол кезде бірінші сыныпта оқыған бала қазір мектеп бітіріп жатыр. Сонымен өсті ол. Менің ата бабам адам жегіш болған, ертөстікті жеуге азғаған. Көрдің бе біздің балалардың санасын эфир қалай құртып жатыр. Және оны мемлекеттік тапсырыс. Бүкіл санамыз сансыратып, ұрпақтың миын ашытып жатыр. Сол жақта дүниелер көп. Бұл бер жағы ғана. Біздің балаларға байланысты дүние ғой. Мен таңғалатыным мынандай. Қазақтың балаларын көрсең, қалада өскені бар, далада өскені бар ғой. 100 жерден қазақ тілін жақсы біліп тұрса да, бесік жырын естімей, домбыраның үні құлағына сіңбей, қанша қазақша үйренсе де, ана әуезді жоғалады. Интонацияға келген кезде дефект болады. Бұлар көбейіп кетсе, қазақтың бүкіл қасиеті аунап түседі. Қадірі жоғалады. Жеңіл-желпі дүние, ана бір мағыналы қазақы бір дұрыс әңгіме айтсаң, мазаққа айналатын, керісінше сайқы мазақ айтсаң, мәз болатын сана қалыптасады. Жаңағы әншілерден бөлек қысыр сөз айтқыштар бар ғой, КВН. Солар да үлес қосып жатыр. Ал енді рухани жағынан кім қорғап отыр елді? Елдің, қазақтың руханиятын қорғайтын сәт, рухын қорғайды. Рухымыз қорланып жатыр, тапталып жатыр. Ынтымақ пен бейбітшілікті ойлаудың жөні, жолы осы екен деп ынжық болу міндет емес. Айналайын-ау, бәрін сыйла, бірақ сен мінезің мен рухыңды жоғалтпасын.